негізі Cyberpunk өзіме қатты ұнайды. Кейінгенде де, бірақ бір нәрсе соған Cyberpunkқа ұқсас жаңа шығарғым келді да. Андай бөлінушеді ғой. Жаңағы двигатель внутреннего возгорания бір нәрсе тоже болашақта фьючер сияқты, және Cyberpunk сондай түрлі нелер. Мен соны өзім бір нәрсені ойлап тапқым келді негізі. Cyberpunkқа ұқсас және арамдағы жүрген сол кезде достарымнан шабыттандым. Орта Азия туралы адам вообще баласы жер бетінде тұрмайды. Анау неде айдың жанында, типа кемеде да, типа үлкен әйел адамдар вообще адамзатты тастап кетіп қалған басқа жаққа, тек еркектер қалған. Еркектер болса андай капсула арқылы балаларды андай дүниеге алып келуді үйреніп алған да, жаңағы ұрық бар ер балаларда. Әйелдер болса шаршап кетіп қалған. Мен бұны 10-шы жыл ма 20-шы жыл бастадым. Мынау қазіргі қалай айтсам болады, актуально дегенде мен пикми не емес, өзім ішімнен бар зат та олсы. Осы бір соңғы 2 жыл болды ғой негізі бұл көтеріліп жатқанда. Жер бетінде тұратын тек жануарлар, біз сияқты 2 аяқта жүреді, кейде 4 аяқпен жүреді. Жабайы жануарлар, ауылдар бар. Түлкі ауылы, қасқыр ауылдары, қоян ауылдары дегенде түрлі. Біреулер бұрынғы көне заманда өмір сүргендей, киіз үй, от жағып дегендей. Біреулер қалада үлкен неде өмір сүреді, бірақ үлкен қалалар аз. Жалпы тек қазақтармен байланыстырып келген жоқ, Орта Азияға байланыстырдым. Анау Қытайдың ішіне ұйғырларды да қосып жібердім. Жаңа стереотиптер бар, бір-бірін жақтырмау дегенше, қасқырлардан байқа деп, қасқырлар андай бас кесерлер, жолда бір жерде адамдар, басқа жануарлар тонап, жеп қоюда мүмкін да олар, соларға бәрібір жаңағы түлкілердің арасында қыздар әдемі,